Дональд Трамптың өмірі амбиция, жаңғыру және ұмтылысқа толы бір дастанға ұқсайды. Нью-Йорктың Куинс ауданында байлық пен үміттің ортасында дүниеге келген Трамптың жолы таң қаларлық биіктер мен ауыр құлдырауларға толы. Бірақ оны ерлікпен қайта тұрып, қайта жандануы ерекше болды. Майкл Краниш пен Марк Фишердің «Trump Revealed» атты кітабы осы алып тұлғаның жасалуы мен оның табысқа жету жолдарын терең зерттейді. 1946 жылы Нью-Йоркте атақты жылжымайтын мүлік магнаты Фред Трамптың отбасында дүниеге келген Дональд Трамп өзіне артылған үмітті ақтауға тырысты. Қуатты және тыныш отбасында өскен Трамп бала кезінде қарапайым өмірден асып, үлкен нәсілдерге ұмтылды. Әкесі Фред Трамп оған өте жоғары талаптар қойып, қатал болды. Бірақ Дональд осы талаптармен жарысып, өз амбициясын жасырмады. 13 жасында отбасы оны Нью-Йорк әскери академиясына жіберді. Бұл мектеп Дональдтың мінезін қалыптастыруға, лидерлік қасиеттерін ашуға үлкен әсер етті. Ол мектепте танымал болды және спортта да, оқуында да жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізді. Бұл кезеңде оның өзін-өзі дамытуға деген ұмтылысы мен бәсекеге қабілеттілігі қалыптасты. Пенсильвания университетінің Уортон бизнес мектебін бітірген соң Дональд отбасылық бизнесте жұмыс істей бастады. Бірақ ол өзінің ата-анасының шағын жылжымайтын мүлік кәсіпорнынан әлде қайда үлкен мақсаттарға ұмтылды. Ол Манхэттенде өз атын шығарып, әлемдік деңгейдегі жылжымайтын мүлік жобаларын жасауды армандады. Дональд Трамптың алғашқы бастамалары батылдық пен есепті тәуекелдің ерекше үйлесімі болды. Оның Манхэттендегі алғашқы үлкен жобасы Commodore қонақ үйін Grand Hyatt қонақ үйіне айналдыру болды. Бұл жоба Трамп үшін алғашқы маңызды табысқа айналды. Алайда Трамптың ең танымал жобасы 1983 жылы салынған Трамп Тауэр болды. Бұл ғимарат Манхэттендегі сән мен амбицияның жарқын белгісіне айналды. Трамптың бизнеске деген көзқарасы тек ғимараттар салу ғана емес, олар арқылы өзінің жеке брендін қалыптастыру болды. Бұл жоба оның ойлау стилін, өзінің күшті тұлғасын және болашақта жасаған істерін бейнелегендей болды. Ол тек ғимараттарды ғана емес, сол атаумен байланысты имиджді де сатуды көздеді. Бұл ерте басталған ой оның кейінгі кәсіпкерлік жолында үлкен маңызға ие болды. Трамп жылжымайтын мүлікке деген табысты инвестициялардың арқасында жаңа салаларға көшуге бел буды. Атап айтқанда, казино бизнесіне. 1980 жылдардың соңында Трамп Атлантик-Ситиде 3 үлкен казино салып, бұл оның ойы бойынша оны ақш бизнес элитасына қосар еді. Ол Трамп Плаза, Трамп Касл, Трамп Тадж Махал сияқты жобаларды іске қосты. Басында казино жобалары табыс әкелгендей көрінді, бірақ Атлантик-Ситидегі казино нарығы тым көп болғандықтан бәсекелестік күшейіп, Трамптың шығыстары кірістерінен асып кетті. 1991 жылға қарай ол банкроттыққа ұшырады. Оның казино жобалары қаржылық қиындықтарды жеңе алмай, $900 миллион қарыз болды. Трамп күрделі қаржылық жағдайдан шығу үшін ұзақ уақыт бойы өз кредиторларымен келіссөздер жүргізді. Ол оларға өзінің төлем қабілеттілігін сақтап қалуының өздеріне тиімді екенін түсіндірді. Ол қарыздарын қайта құрылымдау үшін өзінің кейбір мүліктерінен бас тартты, бірақ Трамп Тауэр сияқты символдық жобаларды сақтап қалды. Бұл қаржылық қайта құрылымдау оның өміріндегі шешуші кезең болды. Трамп өз империясын қайта құрды. Көп қаржылық тәуекелдерден аулақ болып, бренд лицензиялау жүйесіне көшті. Осылайша ол жоғарғы тәуекелдерден қашып, сол арқылы табысты болуды үйренді. Трамптың банкроттықтан кейінгі басты жаңалығы оның аты мен бренді болды. 1990 жылдардың соңында Трамп өзінің аты мен лицензиялау модельдерін енгізіп, кез келген жобаны жүзеге асырмай-ақ табыс тапты. Оның аты әлемнің әр түкпірінде сәнді қонақ үйлерде, гольф алаңдарында және басқа да жылжымайтын мүлік жобаларында қолданыла бастады. Трамптың аты тек сәнді ғимараттармен ғана емес, имиджге байланысты болды. Ол тек физикалық өнімдерден емес, Трамп брендімен әлемге танылды. Бұл жылдар ішінде ол сәнді қонақ үйлерді, әртүрлі жобаларды басқарғаннан гөрі өз атымен көп қаржы тауып, мол кіріс тапты. Трамп тек бизнесте ғана емес, саяси өмірде де өз орнын табуды қалады. 2015 жылы ол президенттікке кандидат болып өз кампаниясын бастады. Оның бұл әрекетін көпшілік жай ғана жарнама ретінде қабылдады. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша болды. Трамптың саяси кампаниясы 2016 жылғы сайлауда күтпеген жеңіске жетті. Ол халықтың саяси жүйеге деген наразылығын өз пайдасына пайдаланды. Күрделі мәлімдемелері мен ұраны арқылы танымал болды. Ол қарапайым халықтың даусына жүгініп, Америка қайтадан ұлы болсын деген ұранмен сайлауға шықты.
Трамптың сайлау науқаны әлеуметтік медиа мен бақты пайдалану арқылы жүруде өз ерекшелігін танытты. Оның әр қадамы бақта жарияланып, оның танымалдылығы артты. Оның Twitter әлеуметтік желісін пайдалану арқылы қолдау көрсетушілермен тікелей байланыс орнатуы оның саяси жеңісіне үлкен әсер етті. 2016 жылы ол республикалық партияның кандидаты болып сайланып, кейін Хиллари Клинтонды жеңіп, ақш президенті болды. Трамптың өміріндегі ең таңғаларлық оқиғалардың бірі ол телевизияда пайда болды. 2004 жылы The Apprentice атты реалити-шоуды іске қосты. Ол бірден үлкен танымалдылыққа ие болды. Сіз жұмыстан босатылғансыз деген әйгілі сөз тіркесі халық арасында тарады. Ал Трамп теледидар арқылы барлық жанрлардағы көрермендерге танымал болды. Алайда Трамп бұл танымалдылықпен тоқтаған жоқ. The Apprentice-тегі жетістіктері оны 2016 жылы президенттікке үміткер етуге мүмкіндік берді. Телевидение әлеміндегі еркін әрекет еткен Трамп шынайы халықтан қолдау тапты. Трамптың бұл тарихы кез келген салада қайта бастау мүмкіндігінің бар екенін көрсетеді. Ол жылжымайтын мүлік магнаты ретінде бастап, теледидар жұлдызы болып, соңында ақш президенті болды. Өзгертулер мен жаңа бастамаларға ашық болу табысқа жетудің кілті. Сонымен Дональд Трамптың табысының кілттері. Трамптың табысты болуына оның ешқашан тоқтаусыз үлкен армандарға ұмтылуы мен өзін-өзі сендіруі әсер етті. Трамп өз бизнесінде жаңашылдық пен өзгерістерге бейім болуды үйренді. Қажет болған жағдайда өз саласын ауыстырып, әрқашан жаңа жолдар іздеді. Трамптың ең үлкен жетістігі оның өз атын брендке айналдыруы болды. Ол физикалық өнімдерде емес, өз атын сатты. Бұл оның үлкен танымалдылыққа ие болуына әсер етті. Трамптың медиадағы рөлі, оның The Apprentice бағдарламасындағы қатысуы және әлеуметтік желілерде белсенділігі оның брендін кеңейтті. Трамп көптеген сәтсіздіктерге ұшырады, бірақ әрбір сәтсіздіктен кейін сабақ алып оны болашақ табысқа айналдырды.